Қойнауына құт қонып, топырағына ырыс тарыған көктім ауылы. Көңілі көл суындай тұнық халқы, тұғыры көктіреген даңқы бар елді мекенге сапарлай бара қалсаңыз, кәсібін нәсібіне айналдырған Айтмановтар әулетіне соға кетіңіздер. Ырғайтының ырысын еселеуге өзіндік үлесін қосып, көктіманы көркейтуде бір адамша ат салысып отырған мерейлі отбасыға ауыл абанда қызықпас пенде кем-де-кем. Ақиқаттың ақ туын көтеріп, адал еңбектің ащы дәмін тәтті нанға ауыстырған отбасының жан-жақтылығы және әр істегі алғырлықтары көңіл қуантады. Бұл өз кезегінде ақуыз шақтарынан ананың ақ сүтімен, әкенің тәлімді тәрбиесімен сіңген мінез деп білеміз. Шалдың әке шешесі жоқ болды, жетім деме бар деп ақ батасымен жіберді. Бармаған неміз жоқ, осы жақта мал бақтық біз. Көбінесе сапқоз қойын 60 жыл бақтық десек болады. Ол қой бақса, мен қойды күзетем түнде. Біреуміз отын атсақ, біреуміз басын жетіктейміз өгізін, сол қылды. Соныменен қиыншылықты жеңіп, бала шағаны айту тәрбиелеп, ұрпақтарымыз неттік қой малда жүріп. Жайдарлы жанұяның үлкені 80-нің үшеуіне келсе де, тағдыр жүгі белін майыстыр алмаған, ертеңгі күнге сенімі мол Нұрсақан Қамза қызы. Жастайынан тағдыр тауқыметін кешсе де, бүгінгі күнге дейін ширақтығы мен шапшаңдығын жоғалтпаған әженің әр әжімі өткеннен сыр шертіп, қос ғасырдың аласапырандарын айшықтап тұрғандай. Отбасындағы салт дәстүрмен жөн жоралғылардың жалғастығын қамтамасыз етіп, бұрынғы мен бүгінгіні сабақтастырып отырған әз ананың өскелең ұрпаққа берер тәрбиесі мен өнегесі ұшан теңіз. Бәрін сол еңбекпенен ер атанып отырды. Осылар жақсылыққа тәрбиелем, жаманшылық емес, әрқашанда жақсы болыңдар, үлгілі болыңдар, балам, дарынды болыңдар деп. Сол мал жаман емес, қазірден де мал шаруашылығы түйесі де бар, сиыры да бар, жылқысы да бар, қойы да бар аулағы. Қазақстан Республикасының халық емшісі деген атағы бар һәм дарыны бар әжей, талай азаматты түрлі ауру сырқаулардан емдеп, өмір үрдістерін қалыпты жалғасуына септігін тигізген жан. Бойына қонған дарындағдысың, елдің пайдасына жаратып, емдік дәрі-дәрмек жасап, өзіндік әдістермен ем-домын жасауда. Сол кісілер қарап жүрмін, аман есен үрдейім сүрінген 3 күн фу деп. Ана жеке май жаққан емес, өзін үрдеймін. Үрдегеннен бақсы үрдегеннен кетеді, жарқылдаванындай. Соның чақпы қотыр дейді, соның сіріңкемін аластаймын. Кісілерді ұшықтаймын, ұшықтап барып ем жасаймын 3 күн. Ұшы-қиыры жоқ Қазақстандай атыраптың түкпір-түкпірінен ағылған адамдарға қарап, әжейдің ерекше қасиетінің шынайлығына күмән келтірмейсіздер. Қазіргі таңда берекесі ортаймаған отбасының отын өшірмей, түтінін түзетіп отырғандар отағасы Мұхтар Ерқасымұлы мен отанасы Күлсара Қызыр қызы. Жанұяға жылылық сыйлап, түздегі тынымсыз еңбегінің арқасында үйдің жағдайын жасап отырған Мұхтар төрт аспап азамат десек те болады. Қолдан келсе қол қусырып отырмайтын Мәкең бірде көл бойында, екіншіде жайлау басында, үшіншіде тау бөктерінде тірлік қамынан шаршамаған. Көктіманың көл бойында қара шаңырағының қазығын қаққанын ескерсек, жанұяның алғашқы табысты кәсібі туризм саласына бағытталып отыр. Демалуға келген меймандарды қабылдауға арналған шағын пансионаттары қалыпты қызмет қылуда. Маусымға байланысты күнігі 20 адамға дейін қабылдап, нағыз ауылдың дәмін таттыруға қауқарлары жетіп ақ тұр. Екіншіден, еңбекқор жандардың ырыздықтарын еселеп отырған кәсіптері мал шаруашылығы. Бұндағы айтарлығы 2 сиыр, 4 қой емес, тау бөктерлей жайылған ірілі ұсақты мал, мүйізді тұяқты төлдер.
Ерекше ескере кететіні бұл жанұя дархан дала төсінде 4 түлікті түгелдей өрбітіп отыр. Қой, ешкі, сиыр, жылқыдан бөлек екі өркешін екі жаққа лақтыра желген түйелері де баршылақ. Отағасы Мәкең ұлы Мирасқа да осы машақатты еңбектің жөн-жосығын үйретіп, жастайынан тайға мінгізіп өсірген. Бүгінде 5 тайғырға жайдақ мінер жігіт әкесіне қолғабыс болып, еңбекте барынша септесуде. Отан отбасынан басталады дейді. Егерде отбасы мықты болса, отанымызда мықты болар анық. Мен Көктұма ауылындағы Айтмановтар әулеті, соның іште Мұхтар менен Гүлсараның отбасы туралы айтқым келіп отыр. Мұхтар мен Гүлсараның балалары мектепте өте жақсы, үздік оқыды. Барлықтары қазір жоғарғы оқу орындарында оқып, өздерінің білімін жетілдіруде. Екі баласы осы біздің Көктұма қазақ орта мектебінде білім алып жатыр. Сонымен қатар бұл отбасында өзіндік қалыптасқан бір балалар тәрбиелеудегі жазылмаған, айтылмаған заң бар деп ойлаймын. Өйткені балаларының барлығы өнегелі, тәрбиелі. Сол ұяда не көрсе, ұшқанда соны көрсетеді деп ойлаймын. Өйткені қандай жарыстар болсын, ұлттық рухани бағытындағы көптеген байқаулардың барлығына қатысып, балалары әрқашанда жүлделі орындарды ие болып жатты. Сонымен қатар өздерінің жаңағы бала тәрбиелеудегі үлгі өнегесіменен, тәжірибелерімен ауылдағы жас отбасыларына әрқашан бөлісіп отырады. Шарапатты шаңырақтың отанасы Күлсара Қызырқызы. Ғибратты ғұмырының басым бөлігін денсаулық саласына арнаған ақ желеңді абзал жан. Әр науқастың көңіл қылын дөп шертіп, жүрек түкпіріне бойлай отырып, бар тәжірибесін арнар майталман маман. Құт қонған құрсағына 7 перзент тартқан көп балалы ана, кеудесіне алтын алқа белгісін таққан, жанарынан мейірімділіктің мизам шуағы себездеп тұрған жан. Ақиқатшылдығы мен кәсіби шеберлігінің арқасында мектепте аналар кеңесінің төрайымы болып бір ауыздан сайланған. Үйдегі шағын дүкен мен пансионаттың шаруасын реттеп, бала шағаның білімі мен тәрбиесінде осы кісі қадағалауда. Әулеттің өзге мүшелеріне келер болсақ, ішінде дарындылары мен даралары, өнерлері мен өнегелілері жетерлік. Қыздары Фариза, Айжан, Мәншік, Ұлпан, Шолпан, Кәурсар, ата-анасының 4 құбыласын түгел қылап, жұмаққа жол ашып берген перзенттері. Барлығының да бойына 40 үйден тыйым салынған қазақы тәрбие, нағыз қазақ қызына тән биязы, мінезбен кеңпейіл ұялаған. Енді міне осы жанұяға көрші болғаныма менің 42 жыл болды. Бісміллә келін болып түскен уақытта осы тәтеміз шашуын шашып, өзі қолына түсірген болатын. Осы үйдегі Нұрсақан тәтеміз. Содан бері қарай міне білмегенімізді білдірді бұл кісілер. Білмегенімізді үйретті. Әкеміз орнына әке болды Ерқасым аға, шешеміздің орнына шеше болды Нұрсақан тәте. Сан батасын берген. Со батадан Құдайға таба бізде жаман емеспіз, осы кісілердің өкшесін басып келе жатырмыз. Енді бұл кісі 3 қыз 3 ұл тәрбиеледі. Ұлдары да, қыздары да. Менің балам болсай деген қазақта сөз бар ғой, сол сияқты қыздары тәрбиелі, ұлдары да өте жақсы. 42 жылда бұл кісілердің ешқандай жаманшылығын көргеміз жоқ, айғайлаған дауыстарын естігеміз жоқ. Жақсы отбасы. Осы кісілерден тәрбие алдық, өнеге алдық. Үміті күлеген ұлдары Мирас салауатты өмір салтының жанашыры, спорт сүйер азамат. Бүгінге дейін талай байрақты бәсекелерде жеңіс тұғырына көтеріліп, ауданның һәм облыстың намысын қорғап жүрген саңлағымыз. Кудо, самбо, бокс, панкратионнан талай жүлде алған спорт шеберлігіне үміткер. Бұл отбасыда жалпы таланттылар молшылық. Солардың қатарында журналистика саласында жүрген болатты және тілсіз тасқа да жан бітірер мүсінші Айдосты ерекше атауға болады. Мүсіндері республиканың бірнеше алып шаһарларының көркін кіргізіп тұрған Айдостың өнеріне тек отбасы ғана емес, барша халық оң бағасын беруде.
Бір қуантарлығы, бұл жанұяда әке мен ұлдың, ана мен қыздың сабақтастықтағы тірлігінің тұғыры теңселмеген. Үлкендерден өнеге мен үлгі алып ер жетіп, бой жетіп келе жатқан перзенттеріне ағамыз бен әпкеміз өмірден көргендерін, білгендерін, түйгендерін үйретіп бағуда. Бау-бақшадағы ұсақ жұмысқа да, таудағы мал шаруашылығына да ұлдарын араластырса, қыздар аналарына қарап құрақ құрап, көрпе тігуде, тоқыма тоқып үй шаруасына да қолғабыс етуде. Міне, мерейі тасыған Айтмановтардай мерейлі отбасының өмір үрдісі мен ұстанымдары осындай. Өткендерін өнегеге толтырып, бүгіндерін берекемен толықтырған, болашақтарына үмітпен көз тіккен әулеттің алар асулары әлі де алда деп сенеміз.